Құрметті көрермен, Еуропалық одақтың дәл жүрегінен сіздерге сәлем жолдаймын. Біздің бұл жаңа жобада Еуроодақ елдерінің ғажайып тарихи, мәдени орындары, түрлі салада жетістікке жеткен адамдардың өмір жолын көрсетеміз. Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы сіз бен бізге зор мүмкіндіктер ашатын салалардың мазмұны бойынша түсіндіреміз. Еуроодақ елдері туралы қызықты ақпараттар, маңызды деректер, осының барлығы біздің жаңа бағдарламада. Бізбен бірге саяхат жасауға дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Саясат пен дипломатия. Брюссель, Бельгия. Брюссельдің қақ ортасында орналасқан Берламон ғимараты Еуропалық комиссия өзегі. Бұрын бұл жерде қасиетті Августин монастыры болған. Ғимарат Еуропалық комиссия үшін 1967 жылы арнайы салынған. 14 қабаттан тұратын нысанның жалпы аумағы 240 мың шаршы метр. Мұнда 47 лифт, 123 эскалатор бар. Қаншалықты үлкен екенін енді өзіңіз елестете беріңіз. Еуропалық одақ құрамында 27 мүше мемлекет бар. Еуропалық комиссия бұл Еуропалық одақтың ең жоғарғы алқалы атқарушы органы. Түрлі заңдар мен құқықтық актілерді ережелердің сақталуын қадағалайды. Азық-түлік қауіпсіздігі, сапасы, дәрі-дәрмекті тіркеу, қоршаған ортаны қорғау, ауыл шаруашылығы, көлік саласын дамыту, ішкі нарықты реттеу сияқты көптеген мәселелерді бақылауда ұстайды. Заң бұзушылық байқалса, санкция салуға құқығы бар. Сондай-ақ Еуропалық комиссия Еуропалық одақтың бюджетін, қаржыны басқаруды және дипломатиялық функцияларды орындау үшін Еуропалық одақ шеңберінен тыс өкілдіктер желісін құруды бақылайды. Қазіргі таңда Еуропалық сыртқы істер қызметінің бүкіл әлем бойынша 140 өкілдігі бар. Бүгінгі бағдарлама кейіпкерлерінің бірі Адам Казновский, Еуропалық сыртқы істер мекемесінде қызмет етеді. Шынымды айтсам, бала кезінде халықаралық қатынастар саласында жұмыс істеуді армандаған жоқпын. Бірақ мен мектепте тарих, қоғамтану, саясат, тілдер сияқты пәндерді өте жақсы көрдім. Францияда Лион қаласында саясаттану факультетін тәмамдадым. Одан Бельгияда халықаралық қатынастар мамандығы бойынша магистратурада оқыдым. Сөйтіп Еуропалық комиссияда сыртқы қатынастар департаментіне жұмысқа тұрдым. Еңбек өтілім 4 жыл. Еуропалық кеңестің бейбітшілік, серіктестік, ынтымақтастық, ашықтық сияқты құндылықтарын қатты құрметтеймін. Еуропалық одақтың әлеуетіне, бүкіл әлемге ықпалына, халықаралық деңгейде жұмыс істейтіндігіне қызығам. Сондықтан мұнда қызмет ету мен үшін мақтаныш. Ал тағы бір кейіпкеріміз Ақмарал Белгібекова Қазақстан Республикасының Бельгия корольдігіндегі елшілікте қызмет етеді. Ол елшіліктегі Қазақстан, Еуропалық одақ және Еуропа кеңесі құрылымында екінші хатшы. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің арнайы квотасымен Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтында халықаралық экономика мамандығы бойынша білім алған. Мен негізі үлкен төрттікте немесе Маккензида жұмыс істегім келген. Бұл менің арманым еді. Өзімнің күшімді байқайын деп Маккензидің сынақтарын тапсырдым. Барлық сатыдан өттім. Соңғы сынақ серіктестермен әңгімелесу болатын. Міне содан өкінішке орай өтпей қалдым. Сосын атанам сыртқы істер министрлігіне әңгімелесуге барып көруіме кеңес берді. Мені халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы Роман Василенконың өзі қабылдады. Сосын жұмысқа шақырды. Мен еңбек демалысынан келген бетім еді. Роман Юрьевич Василенко шақырып, Брюссельге баруым керек екенін айтты. Менде тіпті ойланатында уақыт болған жоқ. Ертесақ жолға дайындықты бастап кеттім. Өте қуаныштымын Брюссельде жүргеніме. Адам Казновскийда, Ақмарал Белгібековада түсінікті тілмен айтсақ баспасөз хатшысының қызметін атқарады. Екеуі де жалпы Еуроодақтың, Еуропалық комиссияның мақсаты, міндеті Еуроодақ пен Қазақстанның байланысы туралы халықты ұғынықты, шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету бағытында жұмыс істейді. Мен баспасөзбен, бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істеймін.
таңертең сағат 6-да тұрам, барлық бұқаралық ақпарат құралдарын шолып шығам. 8-де жұмысқа келем. Брифингтерді ұйымдастырам. Конференцияларда сөз сөйлейтін баяндамашыларды дайындаймын. Брифинг, конференцияларда журналистер қоюы мүмкін сұрақтарға жауап әзірлеймін. Өткен іс-шара бойынша материалдардың жариялануын қадағалаймын. Апта сайын Еуропалық комиссияның вице-президенті үшін журналистермен әңгімелесу ұйымдастырам. Тілшілер кейде өздері хабарласады, кейде мен шақырам оларды. Сұхбат негізінен болған оқиға, орын алған жайттар, белгілі бір адамдар төңірегінде болады. Нәтижелі болғандықтан шығар. Жұмысымды өте жақсы көремін. Өйткені бүгін істеген ісің таңертең бұқаралық ақпарат құралдарының бірінші бетінде жазылып, басты жаңалықтарда айтылып жатады. Бұл жұмыс үнемі жинақы жүруді, шапшаң қимылдауды, бір мезетте барлық жерге үлгеруді талап етеді. Мен Қазақстанда министрлікте халықаралық ақпарат комитетінде істедім ғой. Жоғарыда айтқан қасиеттерді сол жақта үйрендім. Ол маған мықты мектеп болды. Өтіп жатқан іс-шараларды бірден бұқаралық ақпарат құралдарына таратып, жариялатуым керек. Сонда мұнда жұмыс 24 сағат бойы үзілмейді деуге болады. Елшілікте әркімнің өзіне бөлінген жұмысы бар. Ұжымымыз өте үлкен әрі жақсы. Маған мұнда жұмыс істеген ұнайды. 20 шақты адам бар. Дипломаттардың басым бөлігі Қазақстан Еуроодақ бағытында жұмыс істейді. Сондай-ақ бізде дипломаттар Қазақстан НАТО, Қазақстан Люксембург және Қазақстан мен Бельгия бағыты бойынша қызмет атқарады. Еуропалық одақ көп векторлы саясат ұстанатын Қазақстанның ең басты саяси әрі экономикалық серіктестерінің бірі. Қазақстан 1993 жылы 2 ақпанда Еуропалық одақпен дипломатиялық қатынастар орнатты. Ал 1994 жылы Қазақстанда тұңғыш Еуроодақ өкілдігі ашылды. Бүгінгі таңда екі тарап арасындағы қарым-қатынас жоғары деңгейге көтеріліп келеді. Сауда, инвестициялар, ауыл шаруашылығы, энергетика, индустрия, медицина салалары бойынша экономикалық ынтымақтастық күшейтілген. Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы тауар айналымы жылдан жылға өсуде. Мәселен, 1999 жылы жалпы сауда 2,2 миллиард ақш долларын құраса, ал 2018 жылы Еуропа елдері мен Қазақстан арасындағы сауда айналымы 26 миллиардтан астам еуроға жетті. Осы жылы күшіне енген Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісім екі тарапқа 29 сала бойынша үлкен мүмкіндіктер ашады. Еуропалық одақтың ең танымал бағдарламаларының бірі Erasmus. Қазақстандық студенттер мен қызметкерлерге Еуропада оқу үшін 2000 грант бөледі. Сондай-ақ еуропалық студенттердің Қазақстанда білім алуы мақсатында 800 грант тағайындайды. Еуропалық одақ гуманитарлық көмек көрсету, сауданы байланысты дамыту жағынан әлемде бірінші орында. Сондай-ақ адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау, демократия мәселелерін ілгері жылжытудан да алдыңғы қатарда. Еуропалық одақ басқа елдердің құндылықтарын сыйлайды. Дегенмен теңдік, кемсітпеу сияқты принциптерді ұстанады. Мен Еуроодақта бюрократия жоққа тән екенін айтқым келеді. Әрине, белгілі бір нормалар шеңберінен шықпайды. Бізде оған бағынамыз. Мен Брюссельге келгелі аса жоғары және жоғары деңгейдегі сапарлар болды. Мәселен, былтыр елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев келді. Министрлерді жиі қарсы аламыз. Сол дайындық барысында ешқандай қиындықпен бетпе-бет келмедім. Мен негізінен журналистермен жұмыс істеймін ғой. Олардың кейбірі аккредитация беріп үлгермей жатады. Бірақ еуропалық серіктестер түсіністікпен қарап мәселені шешуге тырысады. Тіпті тым тығыз жағдай болса, мысалы жоғары деңгейдегі сапарларға қатысты маңызды мәселелердің кейбірі WhatsApp арқылы да шешіледі. Бұл заманауи дипломатияның моделі, яғни бүгінгі таңда сыртқы саяси ұйымдардағы түрлі бюрократиялық сөз бұйдалық азайған. Сондай-ақ жаңа технологиялардың сәт санап дамуы да дипломатияның өзгеруіне себеп болды. Бұқаралық ақпарат құралдарының, әсіресе электронды бақтардың, әлеуметтік желілердің мүмкіндіктері дипломаттарды қоғам алдында ашық болуға мәжбүр етті. Дипломатия өзгереді, өзгертіп жатыр.
интернет, әлеуметтік желі пайда болғалы, жұмыста солай қарай ыңғайланды. 24 сағат бойы ақпарат жаңарып, ауысып тұрады. Сондықтан оның маңыздысын алып, қажетті жерге тарату өнер. Кездесулерді де видеоконференциялар арқылы ұйымдастыру қалыптасқан. Бұл ұшақпен ары-бері ұшуды азайтты. Сөйтіп қоршаған ортаның ластанбауына үлес қосудамыз. Айтпақша, табиғаттың тазалығы үшін өзім де Еуропалық комиссияда істейтін әріптестерімде трамваймен, метромен, велосипедпен жүреміз. Жаһанданған, интеграцияланған әлемде Еуроодақ пен Қазақстан елшілігіндегі жұмыстардың бағыты мен трендтері ұқсайды. Әрине, олардан үйренеріміз көп. Дәл солай оларға да біздің кей жұмыстарымыз үлгі болады деп ойлаймын. Екі жақты диалог өте жақсы деңгейде тұрақталған. Десе де, Қазақстанда дипломатия институты әлі де жабық. Қазір жаңа технологиялар заманы. Ол өз пікіріңді айтып, өз жұмысыңды алғаш болып көрсетіп, жариялауды талап етеді. Бірақ біз бұған әлі жеткен жоқпыз. Ал мұнда Еуроодақта дипломатия институты ашық. Олардың дипломаттары өздері селфи салып, қызық ақпаратты Twitter арқылы тарата береді. Сондай-ақ Еуроодақтың халықаралық ақпарат бөлімінде үлкен ұжым жұмыс істейді. Бізде әрине адам аз. Десе де, барлық стандартқа сәйкес ақпарат таратуға тырысамыз. Мен олардан ресми ақпаратты бейресми қызық, жеңіл дүниелермен байланыстырып контент жасауды үйрендім. Еуропалық дипломатияға тән ерекшеліктер бар. Ол халықаралық деңгейдегі басты қолдаушы. Бейбіт шешімдер ұсынады, демократияны жақтайды, заң үстемдігін қолдайды. Мен 140 өкілдікпен жұмыс жасаймын. Міне, сол өкілдіктің әрқайсысына Еуропалық одақтың мақсатын, жұмысын, ойын жеткізу менің басты міндетім. Сондай-ақ, бүгінгі дипломатия қызметі демократияланған. Бұл саланың биігін бағындырған әйелдер де көбейіп келеді. Қазақстан әйелдердің дипломатияға араласуына еш шектеу қойып қысым жасамайды. Мысалы, Сыртқы істер министрлігінің қызметкерлері қатарында әйелдер саны ерлерден аз емес. Яғни Қазақстан өз саясатына гендерлік теңдікті белсенді түрде енгізді. Әйелдерді қолдайды. Мұның дәлелі ретінде әйел елшілердің көбеюін айтсақ болады. Біздің Бельгиядағы елшіміз Айгүл Сайфоллақызы Құспан Еуроодақ елдерінде елші болған Орта Азия бойынша алғашқы ел. Бұл үлкен қадам. Өйткені Брюссель өте жауапты аймақ. Сондай аймақта әйел адамға сеніп тапсыруда көп нәрсені аңғартады. Әрине, бұл ретте оның кәсібилігі, тәжірибелігі бәрі ескерілді ғой. Сонда да бұл жақсы көрсеткіш. Қазақстанда іскер әйелдердің белсенділігін Адам Казновский да байқаған. Өйткені ол Орталық Азияның 5 елімен жұмыс істеген. Мәселен, Бішкекте су қауіпсіздігіне қатысты жобаларды жүзеге асыруға қатысқан. Орталық Азияны бір тұтас аумақ деп қарауға болмайды. Және оның барлық еліне бір әдісті қолдану дұрыс емес. Сондықтан, Еуроодақтың Орталық Азияның әр еліне бейімделген өз стратегиясы бар. Ал ол стратегияның екі негізі бар. Біріншісі, Орталық Азия елдерінде табиғи, адам қолымен жасалған, экономикалық, тағы да басқа түрлі апаттарға, қиындықтарға төзімділікті дамыту. Екіншісі, кез келген сала бойынша барлық адамдарды дамыту. Соңғы 12 жылда Еуроодақта Орталық Азияда өзгерді. Сондықтан олардың бір-біріне берері де, алмасары да көп. Егер Брюссель туралы айтсам, ең біріншіден бұл жердің вафлиі керемет. Адамдары өте мейірімді, байыпты, сондай-ақ мәдениеті өте бай. Кез келген ғимараты тұнған тарих, өткеннің ескерткіші. Брюссель өте көп ұлтты қала. Мұнда әртүрлі ұлттың өкілдері тұрады. Қазір мұнда мен Қазақстаннанмын десең, 10 жыл бұрынғыдай ол қайда, қандай ел деп таңданып сұрамайды. Яғни Еуропалық қоғамдастық Қазақстанды біледі. Қандай да бір кино арқылы емес, Қазақстанды халықаралық қауымдастықтағы жетістіктерімен таниды. Көбісі Сириядағы мәселеге қатысты Астана процесінен өте жақсы хабардар. Әсіресе Еуропалық кеңес институтының қызметкерлері Астана процесінің Сирия келіссөздері барысындағы рөлін терең түсінеді. Сондай-ақ терроризм, экстремизмге қарсы күрес шараларын 2017 жылы Экспоны сәтті өткізгенімізді біледі.
2018 жылы Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болғанын білет. Өйткені бізден кейін 2019 жылы сол органға Бельгия төрағалық етті. Сондықтан Қазақстанның ол органдағы қызметі туралы жан-жақты ақпараттанған. Мен Қазақстанда болдым. Алматы, Нұр-Сұлтан, Түркістан қалаларына жолым түсті. Нұр-Сұлтан жаңа, әдемі қала екен. Ал Көлсай, Шарын шатқалы тіпті таңғалдырды мені. Қазақстанды бұрынғыдай емес, Еуроодақ біле бастады. Енді студент алмасу, туризм, ғылыми зерттеулер бағытында ынтымақтастық күшейеді деп ойлаймын. Егер Қазақстанды 3 сөзбен суреттесем, Қазақстан сан алуан, табиғаты әдемі, біздің серіктес. Сондай-ақ ауыздан дәмі кетпейтін жылқы етімен де есімде қалды. Қазақстан имиджін жасауда дипломатия қызметкерлерінің еңбегі маңызды деп ойлаймын. Кез келген жобалардың аса жоғары және жоғары сапарлардың артында үлкен жұмыс жатыр. Бізде қазір елшілікте Бельгия мен Люксембургпен мәдени байланысы өте жақсы жолға қойылды. Қазақстан мәдениетін таныту мақсатында көптеген іс-шаралар қолға алынды. Мысалы, өткен жылы Орта Азия елдері бірігіп, Еуроодақ орталығы Бельгияда корольдің тікелей қарамағындағы Бозар концерт залында наурыз тойын өткіздік. Ол жерде өз ұлттық тағамымызды таныстырдық. Бельгиялықтарға өте ұнады. Сондай-ақ наурызда Люксембургте тұңғыш рет өткіздік. Олар ешқашан домбыраның, қобыздың даусын естіп көрмеген екен. Бәрі таңғалды. Дипломатия аса құрметті қызық сала. Ал дипломатияның қыр-сырын жетік білетін, терең сараптап талдайтын Еуроодақтың жүрегі, дипломатияның орталығы, Брюссельде қызмет ететін жас дипломаттар, Адам мен Ақмаралдың жетістігі. Жұмыс стилі көп жастарға үлгі. Мен негізі жартылай поляк, жартылай британдықпын. Бірақ өзімді еуропалық деп санаймын. Еуропалық одақ мекемелерінде, егер Еуропалық одақта жұмыс істесең, паспортыңды есіктің сыртында қалдыр деген қанатты сөз бар. Бұл жерде ұжымдық жауапкершіліктің маңызы зор. Ал қызметімнің келісім шарт мерзімі Еуропалық комиссия президентінің мандатының ұзақтығына байланысты. Ғимараттың ішінде ратуша деген. Мен мұнда алғаш келгенде қиналғаным рас. Қыс кезі болатын. Брюссельде біздің астанамыздағыдай аппақ емес, сұр қыс болады. Соның бәрі маған әсер етті. Бірақ кейін Брюссельді жақсы көріп кеттім. Әрбір адам ата-анасынан, жақындарынан жырақта, шетелде өзі жеке өмір сүріп көруі тиіс. Бұл оның дамуына әсер етеді. Жастарға айтарым, көп саяхаттаңыздар. Ешкімнен, ештеңеден қорықпаңыздар. Алдыңыздан шыққан бір мүмкіндікті көрдіңіз бе? Қос қолдап жабысыңыз. Шетелде оқыңыз. Бастамашыл болыңыз. Тынбай еңбектеніңіз. Еуропа одағына қарасты мекемелер өте көп, ауқымды. Сондықтан да мүмкіндік көп. Жас келсе іске дейді қазақ. Ел мен елді елдестіріп отырған біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз дипломатияның жаңа буыны, жас буыны. Сан алуандылық, көпвекторлы саясат секілді өзара ұқсастықтары бар қазақстандық және еуропалық дипломатия өз сара жолын заманауи форматта жаңаша стильде жалғастыра бермек. Еуропаның алуан қырларына саяхаттың бұл тек бастамасы ғана.